Жана сырттан келсем, Саламат, яғни менің көмекшім, кешеге түсірген видеомыз халыққа өтпей жатыр, подписчиктерimiz, яғни жазылушылардың саны өспей жатыр деп. Сосын мен айттым, Саламат дедім, негізгі біздің мақсатымыз подписчик жинау емес. Біздің мақсатымыз Абайдың сөзін халыққа жеткізу. Халық түсіне ме, түсінбей ме, ол халықтың проблемасы. Біздің проблемамыз емес ол. Ол тыңдаушының проблемасы. Ахмет Байтұрсынов айтады ғой, халық Абайдың қара сөздерін түсінбей жатыр дейді. Ол Абайдың кінәсі емес дейді. Ондай ойлы сөзге үйренбеген халықтың кінәсі дейді. Сол сияқты біз қазір сол халықтың ығына жығыламыз деп, халықтың деңгейін төмен түсіріп жүрдік. Қаншама елдің алдына шығып жүрген жігіттер халық подписчик жинаймыз деп, халықтың ығына жығыламыз деп, деңгейлер өте төмен түсіп кетті. Сондықтан бізге халықтың деңгейін біз көтеруіміз керек керісінше. Керісінше біз халықтың деңгейіне түсуіміз емес, халықты біз өрге сүйреуіміз керек. Айтады ғой қазақта, өгіздей өрге сүйреуіміз керек. Яғни халықты өгіздей өрге сүйрейтін ол Абайдың, Шәкәрімнің шыңыраудай терең, алмастай өткір ойларын біз шама шарқымыз келгенше жеткізе білуіміз керек.